жанымсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоның басымен жатып, сіздердің тек біздің каналға тіркеліп лайк басуларыңызды сұраймыз. Тек қолдаудан шаршамаңыздар, барынша қолдау көрсетсеңіздер болғаны. Алдыңғы видеода біз Манчестер Ситиде кім ойыншы ұнайды деп жазған едім. Ол жерде енді көбінесе Холланд пен Де Брюйнді атап өтіпті. Өте жақсы ойыншылар. Енді одан кейінгі ойыншылар да бар. Бірақ енді сол Холланд пен Де Брюйне енді Манчестердің көшбасшылары болғандықтан енді кішкене көп не істеуі мүмкін. Енді бүгін сіздерге осы ағылшын премьер лигасында Челси командасын атап өтейін деп тұрмын. Осы жылы өте жақсы ойнап жүр. Соның ішінде топ ойыншылардың ішінде қайсы сізге ұнайды? Ойын жағынан болсын жазып өтіп кетіңіздер достар. Бүгін бізде көп пактар ашатын боламыз. Бүгін енді жаңа ойыншылар келеді, ауысымдар болады, жаңа нелер. Чемпионат мира байланысты өте көп топ ойыншылар шығайын деп тұр. Сондықтан да бүгін көп пактар ашып кететін боламыз. Соңғы нелер қалды. Қазір бізде бонусының призы деген жерден осы жерде 90 плюс ұстайтын боламыз. Қалай солай ұстау керек. Бұл ойыншыларды 4000-ді жинап қойдық. Енді бізге ойыншы керек бұл жақтан. 100 плюс ұстаған едік. Енді ұстауымыз керек сол ойыншыларды. 50.000 монеталар шығып жатыр. Бүгін де осы неде ауысатын болады. Жаңа ойыншылар келеді. Кейннің орнына, Харри Кейннің орындарына. Бүгін өте топ сборнялар бар. Франция бар, Германиясы бар, Испаниясы бар. Сондықтан да еш не істемеңіздер, асықпаңыздар. Кристалда да жиналдық. Бұл жерде простой ойыншылар 64 дейді, 65, 66, 68 және де Суарес шыға қояды екен. Жақсы. Уругвай да өте керемет сборнялардың бірі. Бұл жерде усиление навыков жақсы баса қояды бұларды да. Мына жерде кім бар? Кристал ғой, 1500 кристал ұстап алдық бірден. Еш қиындықсыз, өте жақсы болды. Бұл жерде волкаут кім екен? Кімді ұстап алдық? Кішкене қататыны бар. Қарайша жоқ. Родом деген 94 алған екен біз. Бірден ұсталып, мына жерде бесплатно бірден ауыстыра қоямыз. 90 плюс ұстау керек бізге. Қалған очколарды алып қоятын боламыз. Жартысын ашайық енді осы пактарға. Жартысын ашып ұстап жатсақ 90 плюс дәрді енді мүмкіндік бар. Мына жерде кім ойыншылар? Бұл жерде төменгі ойыншылар Юго Лорис шыққан екен. Өте жақсы. Осы қақпашылар әйтеуір соңғы әлем чемпионатын өткізіп жатқан сияқты мен үшін. Өте керемет қақпашылар еді. 3400 очко қалды. Енді бұл жерде де көрек кімдер шығады? Эдерсон деген, Мартинелли деген Эдерсон жақсы қақпаш, екі қақпаш қатарынан шықты. Бұл жерде волкаут, Уэллс, қорғаушысы кім екен? 95 Амбаду деген қорғаушы шыққан екен. 90 плюс ұстады уже. Енді мына жерде 82 Чилвелл және де Маркиньос. Кілең бразилиялықтар жинап жатырмыз. Енді 1500 құттай қалды. Ұстап алу керек. 1500 кристалл керек бізге. Мүмкіндік бар кезде алып алайық. Ашамыз. Хорват Ливакович және Тареми деген шауыл шыққан екен, ирандық. Тағы бұл жерде ойдым жоқ. Рангтар әйтеуір білмеймін жиналып жатыр. Оны көтеретін неден мүмкіндікті болып жатқан жоқ. 50.000 монета. Ашайық тағы да. Бұл жерде усиление навыков
самоцветке кішкене қалды, сондықтан енді ашып тастайын деп отырмын. Мүмкіндік қалғаннан кейін көрейік. Бұл жерде 72, 73, 74, 83 Griezmann және де Аунсон деген гол. Достар, жалғастырамыз. Мына жерде 61, өте төменгі рейтингтер, 80 Маккини және де Аспиликуэта 82. Бұл жерде Бруно Фернандеш, Бернардо Силва және де Каземиро 89. Өте керемет бактар. Енді средний ойыншылар түсіп жатыр ғой, төменгі. Енді 100-ші рейтингтер түспей жатыр, өкінішке орай. Енді көреміз бұл жерде кімдер шықса да әйтеуір бактарды 50.000 монета. Тек 50.000 монетаны ұстап үлгеріп жатырмыз. Мына жерде кімдер бар? Усиление навыков. Самоцветке кішкене ғана алып. Енді алып қалу керек мұндай мүмкіндіктің кезінде. Усиление навыков. Тағы ашатын боламыз. Бұл жерде монета тек. Достар, жалғастырамыз. Бізде 1800 алды уже. Мына жерде 61 және де 65, 65, тоже 72, 75 және де 87 Давид де Геа. 87 әйтеуір осы қақпашыда келмеді осы әлем чемпионатында. Бірақ Испания бұл ойыншы қарап тұрған жоқ, өздерінің ойындарын көрсетіп жатыр. Бұл жердегі 73 клин. Самоцвет әлі шықпай жатыр. Өкінішке орай, енді бұл жерде 78. Тағы көретін боламыз. Кімдер бар? 50.000 монета. Жақсы. Және де самоцвет ұстадық. 1000 самоцветті, енді қалғандары тұра берсін. Достар, міне ақтыда жиналып қалған екен абонементтің іштерінде. Сондықтан соларды ашып көретін боламыз. Ал көрейік. Бұл жерде волкаут. Кім? Эквадорлық ойыншы Цопник. Төменгі рейтинг ол белгілі. 90-шы және 90-шы тағы да Тарими мен Бергис деген ойыншылар шықты. Өте жақсы. Усиление навыктар бірден жинап алдық. Достар, міне ақтанда жиналып қалды. Қазір турда 70+-тен 11 ойыншы түседі. 11 ойыншының ішінде әйтеуір біреуі волкаут болар деген үмітпен қарап жатырмыз. Көрейік. 80, 74, 74, тоже бұл жерде 85 Уалкер, Германия, Грецкая 87. Бірден ұстадық. Тағы мына жерде наградалар жинап қалды. Көш соларды ашып тек. Мына жерде тоже ойыншылар бар. 80+-тен 3 ойыншы. Волкаут жоқ. Тарими және Ру Патрисио. Кім бар? Родри сияқты ойыншылар түсіп жатыр екен. Достар, мына жерде менде 100+ ұстайтын боламыз. Мына жерде барлық ойыншыны қойып тастадым. Енді бірден көрейік. Кім шығады екен? Бұл жерде бағымызға байланысты кімді берсе де әйтеуір көреміз. Ағылшын ойыншысы, қорғаушы. Енді бір Зиммерман деген қорғаушының бірден берген екен. 101+. Жақсы. Ортаңғы ойыншылар енді ондай қатты емес. Достар, міне тағы бір ойын ашатын боламыз. Екінші мүмкіндік. Бұл жерде ойыншылар бәрін қойып тастадық. Енді көреміз. 100+-тен кімді ұстай алады екенбіз. Харри Кейн ұстау керек. Бізге ағылшын ойыншы, Леви қорғаушы Шоу шыққан екен. Отандасы. Өте жақсы. Енді осындай бақтар, достар. Енді сіздерге ұнаса барынша қолдау ретінде каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Барынша қолдаңыздар. Сіздердің де қолдау күтеміз. Ал кездескенше сау саламатта болыңыздар, достар.